мен past simple дегенді екеуін бір-біріне сәйкестендіруге болады. Енді мен ауыстырған ғой, енді каждый бинго деп тұрған ұяшықтарды, каждый кестені көп жаңа сөздер жазылып тұрады, сол сөздерді табу керек. Бұл жерде күшті ғой, жаңа дайын балаларға шығар біліп отырады, немесе табуы мүмкін. Сосын жарыстыруға болады. Мен ағылшын тілі болғандықтан мен өзім пәніме қалай ыңғайлы соны айтып отырамын. И потом certificate quiz, бұл жаңа оқушыларға бір жарыстан жеңген кезде, ұтып алған кезде мынандай сертификат жазып берсеңіздер болды. Бұл да күшті негізі. И потом self assessment, бұл өз-өзін бағалау парақшасы. Бұғанда Google таблица мен балалардың аты жөндері немесе тапсырмалары керек өздерін бағалау үшін. Міне, Филиппити сайтында осындай мүмкіндіктер бар. Сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Аяқ астынан сабақ уақытында қолданып жүрсеңіздер, бағанағы мен көрсеткенді пайдалансаңыздар болады. Немесе арнайы Google-ға тіркелсеңіздер болады.